Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Жансерік. Бүгін мен сіздермен бірге матрешка РП ойынын ойнайтын боламын. Және де инкассатор жұмысын жасаймын. Инкассатор жұмысын кім білмейді? Міне осындай қара фургонмен жүріп, ақша тасисың, или ақша таратасың. Банкоматтарға ақша таратасың. Ал достар, видео басталмас бұрын видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетейік. Ал біз видеоны бастаймыз. Ал достар, біз қазір инкассатор жұмысына баратын боламыз. Ең алдымен біз GPS-ті ашамыз. GPS-ті ашқан кезде кешіріңіздер, поработы дегенді басамыз. Поработаны басқаннан кейін барып, ең астына түскесе инкассатор тұрады. Ал мен арзамастікіне тұрғанмын, арзамастікіне баратын боламын қазір. Алдына барған кезде видеоны арғарай жалғастыратын боламын. Ал достар, мен келдім инкассатор жұмысына. Бұл осы банктың жанында. Ал сіздер келген кезде қазір бітеміз. На жерге сызықша кто работает инкассатор я арзамас деп жазамыз. Бұл жерде сіздерді жасыл болып шығады. Сіздің жұмысыңызда аты жанында тұр. Енді жауап бергендерін күтеміз. Қазір 113 нәрге келеміз да. ID-ін жазамыз. 113. Жоқ. Алыста дейді. Қазір үн жоқ. Бізге жауап бергенін күтеміз. Ешкім жауап беріп отқан жоқ. Міне достар, мен бағана қайттан жаздым. Мен тағы кто работает инкассатор я арзамас деп қайттан жаздым. Енді осы сұрағымызға жауап берген күтеміз. Және достар, инкассатор болу үшін сіздерге ақпарат айтып кетейін. 10-ші уровень обязательно керек. Инкассатор сіз 10-ші уровеньсіз сіз инкассатор жұмысын жасай алмайсыз. Және де сіз инкассатор жұмысында андай жақсы не істей білуіңіз керек. Машина ID білуіңіз керек. Инкассаторда қалай қазір жұмыс істеу, қазір осы менің видеомнан барлығын толығырақ көре аласыздар. Міне мен қазір бір адамға айттым. Иди сюда, я арзамаста жүрмін деп. Ол қазір еду деді. Енді біз оның қазір келгенін күтеміз. Міне келді. 116 дейді қазір бірден. Келсін жаныма. Келеді қазір 116. Осы жерге ID-ін жазасыздар сол адамның. Руслан, я работаешь инкассатор? Кто работает, пацаны? Что-то бізде достар ешкім жауап беріп жатқан жоқ. Қазір адамнан сұрап көрейік. Достар, тағы жаздым бағанағы адамдар өздерісі кетті тағы. Кто работает инкассатор я арзамас деп жаздым. Енді күтеміз жауап қатқан. Сіздер де солай күтіңіздер. Айтпақшы мен достар, кеше ғана салоннан емес, кәдімгі авторыныққа барып, андай өлшет етілген полный тонировка астында свет жанатын бір BMW алдым. Мұна тұрған деп ойлап қалмаңыздар, оның сырты басқа бұдан түрі сәл андай басқашалау. Ол BMW-ны мен ендігі келесі видеода көрсететін боламын. Сол үшін мен видеоламды үзбей көреміз. Что-то ешкім жазып отқан жоқ. Тағы жазайық. IR кто работает инкассатор я арзамас. Достар, сендерде матрешка жайлы сұрақтар или бір нәрселер түсінбей жатсаңдар, мен комментарияға жазып кетсеңдер болады. Мен обязательно жауап беремін.
ештеңе бәрі түсінікті болса жазудың қажеті жоқ. Ал егер мен айтпақшы 11-ші серверде ойнаймын, сендерге де 11-ші серверде ойнауға кеңес беремін. Бұл жақсы сервер, дамыған, бәрі нормальный, короче. Ал басқа серверге кірем десеңдер де өз еріктерің. Ал бізге қазір инкассатордан жауап берген күтеміз. Ал достар, видеоны қарап отыра бермей, видеоға лайк басып, подписаться жасап, колокольчикті басып кетейік. Міне достар, мен серік таптым. Енді қазір ол менің айдиім жазады. Сөйтіп екеуміз жұмыс жасаймыз. Осылай келеді, принять или отказаться. Или мен принять деген бастым, міне осындай қара фургонмен жүреміз. Қазір ең бірінші қай жерге бару бәрін картадан көре аласыздар. Қызыл меткадан, қазір қызыл метканы іздейміз. Осылай әр шертінен. Мені қызыл метканы мына жақта тұрма, осы жақ қарай енді біз барамыз. Міне біз белгіленген жерге бара жатырмыз. Қазір сол жаққа жақындалған кезде мен видеоны қайттан жалғастыратын болам. Және де көріп отқандарыңыздай, ана шетіне андай не қояды, шит көріп тұрғандарыңыздай, солай сіздерге оқ ұрса, сол шит кете бастайды, бірінші жаныңыз емес. Сол шит біткеннен кейін барып қана сіздің жаныңыз кете бастайды. Короче, достар, мені чаттан удалить етіп, мен шығып кеттім матрешка ойыннан. Енді мен қазір кетіріп қайттан кіріп жатырмын. Аутификация болып қалды. Рейске жақындап қалып едік, бірақ бәрібір енді қазір тағы бір рет жасап көретін боламыз. Бірімде аутификация болса бүкілін шығар жереді ол. Ол сервердің өзінде сондай бар. Сіздер оны мен өшіріп тастады, ойты қорқпай кіре беріңіздер. Міне семейный дом. Негізі семьяға кірбасаңдар жақсы. Соның машинасын айдай бересіңдер. Бірақ мен кеше қана өзіме вана видеоның басында айтып кеткендей машина алдым. Қазір мен шықты. Кеттік. Енді біз қайттан баратын боламыз. Барған кезде видеоны арғарай жалғастыратын болам. Қайттан кірдім. Енді мен бұл жолы мен айдайтын болдым. Короче. Ой, иголка шықты қызыл. Енді біз қазір мына жерге тоқтап, иголкам қай жерге бару керегін біліп аламыз. Қазір. Шпұрыш. Қазір. Осы жаққа барамыз. Бұл жаққа жақындан кезде видеоны жалғастырам. Міне достар, короче, біз келдік. Мына қызыл меткаға. Қазір бұл жерден осындай КамАЗ бар сурет жерге кесіңдер. Бұл жерден біз қазір онда біз ақша тарататын боламыз. Күтеміз. Қараңыздар, денег бұл машина 0 деп тұр. Енді қазір қараңыздар. Қазір күтіңіздер. Мін қарап отқандарыңызды 10 миллион берді, короче. Енді біз бұларды банкоматтарға таратамыз. Қазір бірінші банкоматқа барған кезде не істейміз? Видеоны арғарай жалғастыратын болам. Короче, бірінші банкоматқа келдік. Қазір енді міне енді қараңыздар. Қазір енді ол қуады ғой таза. Енді қараңыздар, қазір ақша береді бізге. Міне көріп тұрғаныңыздай 2327 теңге берді. Бас жасай ма? Не үшін тұр? Достар, мен қазір инкассаторды сіздер үшін бір рет жұмыстап көрсеттім. Қазір мен видеоны тағы жалғастыратын боламын. Мен қазір инкассатор жұмысынан қазір шығып кетемін. Өйткені мен сендерге қазір қалай жұмыс істеу керегін көрсеттім. Ең бастысы. Ал достар, мен сендерге бүгінгі видеода инкассатор қалай жұмыс істейді, қалай болу керек, бәрін айттым. Сұрақтарың болса комментарияға қалдырып кетіңдер. Ал достар, видео ұнаса видеоға лайк басып,
каналға жазылып колокольчикті басып кетейік. Ал достар, сау болыңыздар. Тағы не істеу керек? Айтыңыздар комментарияға. Сау болыңыздар.